Сәлем қыздар, қалайсыздар? Береке құтты болсын. Бүгін 9 май. Қыздар, біз бүгін жеті шелпек пісіреміз. Оны ашытып пісіреміз. Оған ашытқы керек, дрожжи, то есть сүт керек, жылы сүт, қант керек, тұз керек, ұн керек, майонез. Майонез міндетті түрде емес. Ең бірінші 200 грамм сүтке, жылы сүтке аламыздағы үлкен қасықпен бір қасық толтырып тұрып, олай емес толтырып тұрып қант саламыз. Оның үстіне жарты қасық, үлкен қасықпен жарты қасық тұз саламыз, және шамамен 6-7 грамм дрожжи саламыз. Содан кейін оны жақсылап тұрып араластырамыз, еземіз. Жаңағы тұзы, қанты, дрожжысы әбден езілсін. Сосын кейін соны еземіз дағы 350-400 грамм 400 грамм ұнның үстіне құйып жіберіп илейміз, қамыр қылып илейміз оны. Қыздар, кстати, каналға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Каналдағы нелерді, видеоларды да көріңіздер. Тез оңай жасалатын тағамдар. Мінекей, мен міне сүтімді, жылы сүтімді салдым, оның үстіне құйдым. Одан кейін кішкене майонез салдым. Майонез міндетті түрде емес, салам десеңіз салыңыз, салмасаңыз тағы өзіңіз біліңіз. Мінекей, енді осылай қамырыңызды илейсіз. Қыздар, бұл лепешка дейді бізде, бізде шығыс жақта семейде. Лепешка дейді апалар. Батыс жақ пен оңтүстік жақта жеті шелпекті де осылай ашытып пісіреді екен. Мінекей, өстіп қамыр қылып иледім дағы, асты үстіне кішкене сұйық май мен майладым дағы қамырымды. Оны целлофановый мешокпен жауып қойдым. 30-40 минутқа. 30-40 минуттан кейін міне былай болып көтерілді. Тағы да көтерілгенін қаласаңыз бір рет басып жіберіп, тағы 30-40 минутқа қойсаңыз болады. Ал мен осы көтерілген қалпында ары қарай шелпегімді немесе лепешкамды ары қарай пісіруді бастап кеттім, жайып. Мінекей, мынандай болды. Қазір мен енді есемін. Міне мынандай қылып естім. Жаңағы 350-400 грамм ұннан 200 грамм сүттен 13 штук лепешка шықты, шелпек шықты, 13 штук шықты. Мінекей, оны кесіп алдымдағы осылай қолыммен дөңгелеттім. Міне осылай дөңгелетіп барып жайдым. Қыздар маған замечание айтып жатыр, көп сөйлейсің деп, сондықтан да енді көп сөйлемеуге тырысайын. Және маған орысша қоспай сөйле деген замечание, сөздер айтып жатыр. Әрине оған да тырысамын. Мінекей, осылай жайдым. Жайып, кішкене бір көтерілгенін күттім. Бір 10 минуттай. Біздің солана ашытпай пісіреміз ғой біз жеті шелпекті. Тура сол сияқты, тек қана ашытқы, дрожжи қосады. Әйтпесе осы біздің шығыс жақтың жеті шелпегі. Қыздар, бұның негізгі өзінің қатып қалған заң бойынша былай бір печат басылған рецебі жоқ. Енді әркім өзіне ұнағанын жасайды. Кстати, қыздар, өткен жолғы жеті шелпектегі комментарийға рахмет. Қыздар айтып жатыр, оған жұмыртқа қоспайды, ол дұрыс емес деп. Бір қыздар айтып жатыр, жоқ, қосады дейді. Әркім өз ойын айтып жатыр, рахмет. Негізі жұмыртқа білмеймін енді ол жағын. Мінекей, қыздар, кішкене сарғайтып алдым. Егер ашымаған болса, қатты қызған майға бір ғана малып ала салар едім, қызартпас едім. Мынау ашыған болғандықтан кішкене қызартып алып жатырмын. Ашыған қамырдан жеті шелпек.
өте дәмді болады қыздар. Сүтке үйленгендіктен бе, сондай бір дәмді. Енді суға үйленген мен сүтке үйленгеннің айырмашылығы жер мен көктей болады екен. Міне қыздар, біздің жеті шелпегіміз немесе лөпешке дайын. Комментарийға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Пока!